Ерекше жағдайлардың бірі тағы да ол арасы көбейту болып келген кезде, мысалы синус 2х көбейтілген косинус х дейді ғой. Бұндай арасы көбейту болған кезде біз синус альфа көбейтілген синус беттаның формасын қолданамыз. Яғни 2-ден 1 синус альфа плюс бетта, яғни 2х қосылған 2х, ал синус альфа минус бетта 2х минус х синус х шығады. Сосын 2-ден 1-ді жеке-жеке шаттағы. Сосын әрқайсының периодын жеке-жеке тауып, жеке-жеке тапқан кезде 2 пи бөлінген, яғни 120 және 2 пи шыққан екен. 120 мен 2 пи салсаңда 2 пи үлкен, сондықтан оның периоды 2 пи болады. Сосын ерекше жағдайдың тағы біреуі, егер олардың дәрежелері жоқ болатын болса, мысалы синус квадрат kx қосылған косинустың 4 дәрежесі kx. Бұл жердегі негізгі біздің қарайтын затымыз ол бұл жерде коэффициенттеріміз бірдей болу керек. Ал арасы көбейту болып синус альфа синус беттан қолданатын кезде олардың коэффициенттері әртүрлі болу керек. Мысалы мына жерде синус квадрат kx қосылған косинус 4 kx дәрежесі болатын болса, бұл ерекше жағдай болады дағы, оны біз пи бөлінген 2 көбейтілген k формуласымен табатын боламыз. Яғни мына формуламыз қай уақытта пайдаланамыз? Егер олардың дәрежелері жоқ болатын болса, 2 4 6 8 мысалы сондай дәрежелер болатын болса, және алдындағы x-ның алдында коэффициенттер тең болса, сол кезде біз осы формаға сала аламыз. Мысалы, y тең синус 4 дәрежесі 3х қосылған косинус 4 дәрежесі 3х дейді. Мына жердегі дәрежелеріміз жоқ. Дәреже міндетті түрде жоқ болу керек. Және коэффициенттеріміз бірдей. Демек біз ерекше жағдайдың формуласын салып жібереміз деген сөз. Коэффициент 3-ке тең болғандықтан пи бөлінген 2 көбейтілген 3, яғни пи бөлінген 6-ны аламыз. Енді есеп қарастырайық. Мысалы, 6-шы есепті қарайық. Y тең синус 4 дәрежесі қосылған косинус 4 дәрежесі x. Ең алдымен коэффициентке назар аударамыз. Бірдей. Дәрежеге назар аударамыз. 2 дәрежеде жоқ. Демек ерекше жағдай деген сөз. Д тең болады пи бөлінген 2 көбейтілген 1, яғни пи бөлінген 2 шыға келеді деген сөз. Мына жерде де дәл солай ерекше жағдайдың формасын пайдаланамыз. Дәрежеміз 6 дәрежелі, яғни жоқ, коэффициенттеріміз 3х бірдей. Демек т тең болады пи бөлінген 2 көбейтілген 3 болады, пи бөлінген 6 болады. Ал мына есепте косинус 8х көбейтілген косинус 4х болып тұр ғой. Бұл жерде біздің коэффициенттеріміз әртүрлі. Коэффициент әртүрлі болғандықтан біз синус альфа плюс беттаның, косинус альфа көбейтілген косинус беттаның формасын пайдаланамыз деген сөз. Ол формула бойынша 2-ден 1 косинус альфа минус бетта плюс бетта. 8х-ке 4х қоссам косинус неше шығады? 12х шығады. Қосылған косинус 8х-тен 4х азайтсам 4х шығады. Енді және негізі біз 2-ден 1-ді ашып шығуымыз керек, бірақ ашқанмен бізге ол ештеңе бермейді, сондықтан 1-ден периодтарын тауып кетейік. Мынаның периоды дәрежесі тақ, сондықтан 2 пи бөлінген 12 болады, қысқартқан кезде пи бөлінген 6-ны береді. Мынаның периоды 2 пи бөлінген 4 болады, қысқартқан кезде пи бөлінген 2 береді. Пи бөлінген 6 деген менде 30 градус, пи бөлінген 2-ден 90 градус қой. Мына үлкен 90 градус, сондықтан пи бөлінген 2 менің шешімім болады деген сөз. Мына жерде синус 5х косинус 3х коэффициенттеріміз әртүрлі, деген синус альфа көбейтілген косинус беттаның формасын саламыз деген сөз. 2-ден 1 синус альфа плюс бетта синус 5х-қа 3х қоссам синус 8х қосылған синус 5х азайтылған 3х болады, синус 2х береді бізге. Қосу 5 өзі тұра береді. Оған назар аудармайсыздар. Мынаның бәрін көбейіп шыққан мен бізге дым бермейді, сондықтан 1-ден период тауып өтеміз. 2 пи бөлінген 8, яғни пи бөлінген 4. Мынау дегенім 2 пи бөлінген 2, яғни бізде пидің өзі шығады. Мынау 45 градус, мынау 180 градус. 180 үлкен, демек біздің шешіміміз 180 болады деген сөз. Мына жерде синус 3х косинус 3х-та біз синус 2 альфаға келтіруіміз керек. Не себепті оған келтіреміз? Не себепті синус альфа косинус беттамен ашпаймыз? Себебі бізде коэффициенттеріміз бірдей, яғни аргумент бірдей, екеуінде де 3х болғандықтан. Демек, бұны мен 2 альфаға келтіру үшін, не үшін жазып қойғам мен? Бұны 2 альфаға келтіру үшін, мына жерге мен 2-ге көбейтіп 2-ге бөлуім керек, сонда мен айтамын 2-ден 1 көбейтілген 2 синус 3х косинус 3х азайтылған 7 деймін. Мына жерде 2 мен 2-ні қысқартып жіберсем, мен қайтадан бастапқы өзімнің есебім шығады. Сол үшін мен 2-ден 1 мен 2-ні қосамын. Қосқаннан кейін менде мына жер формула беретін болады. 2 синус альфа косинус альфа деген. Сонда жауап жіберетін болсам 2-ден 1 синус 2 көбейтілген 3х болады, ол мана 6х азайтылған 7-ні береді. Енді дәрежеміз тақ, демек 2 пи, коэффициентіміз 6, 2 пиді 6-ға бөлсем, пи бөлінген 3 шығады деген сөз.